Ассаламу алейкум қазақ елі, біз Қадия Қайырымдылық қоры Жаңыл деген қарындасымызға келіп отырмыз. Екі баласы бар, инвалид, аварияға түскен, содан ұршығы кетіп қалған. Ұршығы кетіп қалған себебінен қазір протез қойған. Содан қазір не инвалидность алмайды, АСП алған, АСП-ның себебін бір себептерімен АСП де ала алмай қалды. Жағдай аса жақсы емес. Осы кісіге келіп көмектесуге келдік. Қарындасымыз осы жерде тұрды. Ой қызым, ассаламу алейкум, бисмилля. Жаңыл, сәлемет па? Ой қызым, қалайсың? Жақсысың? Қалайсың Жаңыл? Жаңыл деген қарындасымыз. Кірсек болады ғой? Аяқ киім үші шеше берейік па? Неше комнат алайын мынау? 2,5 дейміз ба, 3 дейміз ба? Қанша төлейсіз? Бұған 80 мың төлейміз. 80 мың ба осындай үйге ма? Иә, өткен душ бар, одан кейін анамна мебельдер бар. Осы екі қыз ғой? Жасалғанда. Тәп-тәтті екі қыз, Біреу сары қыз екен. Қай жыл жасады операцияны? 2000 карантин, соңғы карантин болды ғой. кезінде ма? Аха, сол кезде жасалды. Темір салды ма сізге? Иә. Содан ақсандап қалдыңыз ба? Қазір қалай, нормально жүрсіз ғой? Или ауыр ма әлі? Кішкене ауырады, ауыр көтере алмаймын негізі. Сол себебінен жұмыс істей алмайсыз ба? Жұмыс істей алмаймын. Просто міне ота жасаған уақыт қалай болған? Алматыда жасады ма? Иә, Алматы. Не? Балалар оқып отыр ғой? Иә, оқып отыр. Алла жеңілдігін берсін жаңа. Алла шипа берсін. Сол мынаған инвалидствоға жиған ғой, кейін сол пенсия түсті деді. Содан жасалмай қалды. Аяқ істемейді, ұршыққа барлығы пересадка жасаған бәрі, бірақ инвалидность жоқ, жұмыс істей алмайды. Осы ВТЭК-те у нас всегда такая проблема. Өйткені сол пенсия түскен не болып тұр да маған, пенсия. Енді АСП алым керек болды маған. Өйткені екі балама квартирамызға жетіспейді. Яғни 80 мың теңге ойлайсыз, оңай емес. Оның алдында не жұмыс істедің? Оның алдында сол базарды істедім, айттым, биттім, енді аздапчы. Содан кейін балалы болдым, балалар. Балалардың оқуы қалай, жақсы ма, оқып отыр ма? Жақсы оқып жатыр енді. Bir жылына қызым барады. Ана 4 оқиды, енді 4-ке барады. Қадия Қайырымдылық қорына көп-көп рахметімді айтам, халыққа рахметімді айтам. Осындай біз қиналып атқан кезде жақыннан жәрдемде болып бізге көмектескендеріңізге алғысым шексіз. Алла сіздерге жолдарыңызды ашық қылсын. Жақсылықтарыңыз қашанда Алланың құлағына шалынсын. Рахмет, халыққа рахмет, сіздерге рахмет.